Ол ана тілінің абыройын арттырып жүрген тіл жанашыры. Ол ұлағатын ұрпағына ұқтыра білген аяулы ұстаз. Ол Қазақстан Республикасының үздік педагогы, қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі Гаухар Алтынбекқызы. Гаухар Алтынбекқызы, сізбен мынау ұстаз жолы медиа жобасының 4-ші шығарылымында қауышқанымызға бек қуаныштымыз. Қош келдіңіз. Ал әуелгі әңгімемізді өзіңіздің ұстаздық өмір жолыңыздан бастасақ. Ұстаздық өмір жолына тоқталатын болсам, жалпы өзім Жалпақтал бұрынғы Фурманов ауданы Көктерек ауылында дүниеге келген болатынмын. Ұстаздар гимназиясында. Атам Жүніс Темірболат. Сол мектепте көптеген жылдар, сол өңірде көптеген жылдар 6-7 мектепте директор болған, қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі болған аға ұстаз. 1995-99 жылдар аралығында Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінде өз білімімді жалғастырдым. Еңбек жолымда өзім оқыған Көктерек орта мектебінде ұстаз болудан бастадым. Осы мектепте мұғалім болдым. Не нәрседе қалығынан басталады дегендей, жас ұстазды қорып, барлық мектептің жұмыстарына жұмсап, сол бағыттаушы ұстазым ретінде сол кісіні мойындаймын. Жыл ұстазына қатынастық, сөйтіп алғашқы ұстаздық баспалдақтарымыз басталды. Артынан Казталовка аудандық білім бөлімінде гуманитарлық бағыттың әдіскері болып қызмет атқардым. Ол жерде Сүлейменова Айжан Кенжебекқызынан біраз тәлім үйрендік. Молдашев Сәрсенбай ағай көп нәрселер үйретті. Дариға Ғазезқызының шақыруымен осы ұжымға мұғалім болып 2005 жылы ауыстым. 2005-2006 жылдары осы ұжымда мұғалім болып жұмыс жасап жүргенде педагогикалық лицейден Нәсіпқали Дәулетұлы өзінің оқыған мектебіне шақыруға ұсыныс жасап, сол мектеппен 38-ші мектеп екеуінде жұмыс атқардым, қалаға ауыстым. Соң 2016 жылға дейін негізгі 38-ші мектептің мұғалімі болдым да, қосымша педлицейге барып олимпиаданың резервтарымен жұмыстанып жүрген уақыттарымыз болды. Кейіннен 2016 жылы осы білім ордасына, Теректі аудандық лингвистикалық гимназиясына кері ауысып келдім. Содан бері қарай облыстық Абай атындағы дарынды балаларға арналған мектеп-гимназия интернатында ұстаздық қызметін атқарудамын. Бұл мектепте жұмыс жасау әрине қызықты. Балалармен жұмыс жасау барысында балалар үнемі берген тапсырмаңды ары қарай алып кетіп, сенің шабытыңа шабыт сыйлап, ары қарай жұмыстануыңа жеделей түседі. Сондықтан да мектептегі мұғалімнің әрбір күні мерекеге толы деп айта аламын. Рахмет көп. Жалпы сіздің мынау ұстаздардан білім алған, ұстаздық жолға жетелеген ғибратты өміріңізге қанық болдық. Енді тіл ұстаздың жүрек үні дейді. Сол үн сіздің сабағыңызда қалай естіледі? Жалпы әдебиеттануда мәшһүр көбейіп, тілді хал тілі және хәл тілі деп бөледі. Хәл тілі ол рухани, жан дүниемен жауап беру болатын болса, хал тілі ол күнделікті сөйлеу тілі болып есептелінеді. Ал Ахмет Байтұрсынов тілді дарын тілі және қарапайым тіл деп екіге бөледі. Олай болса, күнделікті әдебиет сабақтарында сабақ түсіндіру барысында біздер әдеби өкілдерді түсіндіруде балаларға хәл тілінде емес, хәл тілінде, яғни әдебиетке жан бітіріп сөйлеу, көркем сөйлеу, дарынды балалардың қабілетіне жететіндей қылып сөйлеу біздің басты парызымыз деп ойлаймын. Сондықтан да біздер қарабайырлықтан гөрі көркемдікке және шынайылыққа жақын болуымыз шарт деп есептеймін. Өте орынды пікір. Жалпы сабақта оқушыны тыңдаушыдан ойлаушыға айналдырудың құпиясы неде? Жалпы қарапайым сабақта да бала ойлану үшін оны жетелей отыруға ұстаз міндетті емес. Ұстаз оқушына проблемалық сұрақтарға жан-жақты ойлануға әсер етуі керек. Мысалы алып қарайтын болсақ, біздер Абай кім деп қоймаймыз оған. Абайды дүние жүзі қалай таниды деп қоямыз. Яғни оқушы
бір нәрсеге қарапайым сұраққа қарапайым жауап дайын болады. Ал тереңірек сұрақ қою үшін проблемалық сұрақтарды кішкентай кезден бастап қою арқылы баланың ойлау қабілеті мен тыңдау қабілеті қатар дамиды. Сондықтан да біздер кез келген аузымыздан шыққан сөзге мән беруіміз қажет деп ойлаймын. Өте дұрыс айтасыз. Гаухар Алтынбекқызы, балаға сөз қадірін сезіндіру үшін бір ғана тәсілді таңдау керек болса, қандай тәсілді таңдар едіңіз? Балаға сөз қадірін ұғындыру үшін бұрыннан келе жатқан тәсіл көркем әдебиетті оқуға үйретіледі. Себебі бала әрбір қазақтың сөзін тұшынып, түсініп, зерделеп, қай жерде қай сөзді қолдану керектігін білу керек, және түсіндірме сөздікті қоса оқытуды ұсынар едім. Өте дұрыс. Себебі сөз қадірі өз қадірін ғой, солай емес пе? Әрине. Байқауға дайындық барысында мен шаршадым деген сезім болды ма? Ол сезімді қалай жеңдіңіз? Әрине, шаршамадым десе өтірік болады. Адам физикалық тұрғыда шаршайды, кез келген нәрсені бастаған уақытта аяғына жетуге асығады. Бұл байқау бірнеше кезеңнен тұрғандықтан күту сияқты ұзақ процестен тұр. Шаршаған уақыттар болды, бірақ та алға деген ұмтылыс, әр кезеңнен өткеннен кейінгі қуаныш жаңа жоспарларға жетеледі. Гаухар Алтынбекқызы, сіз үшін дәстүр мен заманауилықтың шекарасы неде? Жалпы дәстүр ұлт болған жерде сақталады. Себебі біздің терең тамырымыз дәстүрде жатыр. Ал заманауилық ол үдеріс, қозғалыс бар жерде болады, алға ұмтылыс бар жерде болады. Біз шетелге барып, ағылшын тілінде сөйлеп ешкімді таңдандыра алмаймыз. Біздер заманмен қатар дамыған, халықтың өзінің дәстүрін, өзінің салтын, өзінің ерекшелігін насихаттауға тиістіміз деп ойлаймын. Үздік ұстаз байқауын 3 сөзбен қалай бағалар едіңіз? Тынымсыз еңбек, білім, алға жоспар, балаға сүйіспеншілік. Осы 3 қасиетті ұштастыра білдім деп ойлайсыз ба? Жалпы ұстаздық еңбек жолында өзімнің мақсатым сөмкемді сүйретіп мектепке барып келу емес, артында ізі қалатындай қылып шәкіртті сүйе білу деп есептеймін. Сондықтан шамам келгенше осы деңгейді ұстап тұруға еңбектенеміз деп ойлаймын. Үздік педагог болу жолында өз-өзіңізбен күрескен сәттер болды ма? Әрине, шаршап, осы бағытта жұмыстануды қойсам екен деп, жұмыстан келгенде шаршап келесің, таңертең демалып тұрғанда жаңа жоспарлармен, жаңа идеялармен оянасың. Сондықтан да кез келген жұмысты да шаршау, шалдығу, қайтадан тұрып алға ұмтылу сияқты үдерістерден тұрады деп есептеймін. Өзіңді жеңу ол қиын нәрсе. Кез келген шаршаған уақытта заман ағымынан қалмауға тырысасың. Қазір енді жасанды интеллект сияқты оқушылардың талғамы мен танымына жақынырақ нәрселерді ұстаздарда көштен қалмай меңгеруі қажет болады. Сондықтан да өзіңді қайрап, заман ағымынан қалмауым керек, шәкірттерімнің сұранысына сай болуым керек деп жұмыстануға тура келген уақыттар болды. Өте орынды сөз. Жалпы кез келген жеңістің артында үлкен команда, үлкен жұмыс тұратындығы жасырын емес. Жалпы сіздің осы үздік педагог атануыңызда тағы да ықпал еткен күштер, ықпал еткен әріптестеріңіз, ортаңыз болды ма? Соларды да бір тілге тиек етіп өтсеңіз. Әрине, үздік педагог байқауы туралы ақпараттық қағаз жазғы демалыс кезінде келді. Мектеп директоры Данияр Амангелдіұлының ұсынысымен
біздің мектептен бірнеше әріптесіміз бұл байқауға қатынасуға тілек білдірді. Шама келгенше мектептің намысын қорғап, жақсы нәтиже көрсетуге тырыстық. Бұл байқауда жеңіске жетуге ықпал еткен, көп көмегін тигізген осы мектептегі өзімнің ұжымым деп айта аламын. Осы байқау кезінде қолдау көрсеткен өзімнің алтын ұжымыма, отбасыма, барлығына үлкен рахметімді айтқым келеді. Жалпы қолдау болды, жан-жақты қолдау болды. Бәрекелді. Гаухар Алтынбекқызы, жалпы ұстаздар династиясының мүшесі ретінде, тәжірибелі, жетістікке жеткен педагог ретінде өзіңіздің әріптестеріңізге, үзеңгілес әріптестеріңізге қандай кеңес айтар едіңіз? Кез келген мектеп табалдырығын аттап кірген ұстаз өзінің алдына мақсат қояды. Мақсат, біздің басты мақсатымыз алдымыздағы ата-ананың үміті шәкіртке білім дәнін себу. Шәкіртті жақсы көрген ұстаз кез келген уақытта жақсы нәтижеге жете алады. Жүректің жылуын сыйлай білейік дегім келеді. Жақсы. Ізгілебізіңізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Гаухар Алтынбекқызы, осымен біздің сұхбатымыз аяқтала келді. Жалпы кез келген сұхбатымызда өзіміздің кейіпкерімізге қоятын мынадай сұрақ атты айдарымыз бар. Сол айдарға көшсек, мен сізге сұрақ қоямын, ал сіз жауап бересіз. Сабақтағы ең сүйікті сәт? Бағалау, Сабақта неден шабыт аласыз? оқушылардың жауабына, Мектептегі бала күлкісінің маңызы неде? бақытта, Балалардан үйренген бір нәрсеңіз? еңбекқорлық, Шаршаған сәтте еске түсетін адам? балаларым, Ұстаздық жолыңыз бір сөзбен? мақсат, Болашаққа тілегіңіз? жетістік. Бәрекелді. Гаухар Алтынбекқызы, уақыт бөлгеніңізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Қадірлі көрермен, осымен біздің сұхбатымыз аяқталды. Көріскенше күн нұрлы болсын.